Келесі сандарды салыстырыңдар. 10 түбір астында 3 дейді. Енді 0,2-ні түбірдің астына кіргіземіз. 0,4. 0,4 көбейтілген 200. Тең түбір астында 4 2 көбейтем 8 болады. Мына жерде 10-ды түбір астына кіргізіп жіберейік. 10 100 болып барады. 100 көбейтілген 3. Тең болады түбір астында 300. Сонда түбір астында 300 үлкен ба, түбір астында 8 үлкен ба? Әрине, түбір астында 300 үлкен болады екен. Келесі екінші есеп. 0,5 түбір астында 108. Және 9 түбір астында 3. Екеуді түбір астына кіргіземіз. 0,5 0,125 болып барады. Көбейтілген 108 тең болады. 0,120 108, 0,125 4-тен 1, 108 4-ке бөлеміз, 10-ды 4-ке бөлеміз, 2-ден болады. 2 қалды 28 4-ке бөлеміз, 7-ден 27 болады. Так, мына жерде 9 түбір астында 3, 19 түбірдің астына кірсем 81 болып барады. Көбейтілген 3 тең болады. 81-ді 3-ке көбейтсем 243. Сонда бізде 243 үлкен болады, түбір астында 27-ге қарағанда. Келесі енді үшіншісі 2,5 түбір астында 63 және 4,5 түбір астында 28 дейді. 2,5 түбірдің астына кіреді 6,125. Оны 63-ке көбейтеміз. Және 4,5 4,5-ның квадраты 20,125 көбейтілген 28. Сонда енді көбейтсек 6,125-ті 63-ке көбейтейік. 6,125-ті көбейтеміз 63-ке тең 393,175 шығады екен мына жерде. 93,175 20,125-ті 28-ге көбейтеміз. 20,125-ті көбейтеміз 28-ге тең 567. Түбір астында 567. Сонда 567 бізде үлкен болады екен. Так, енді келесі бірінші есеп былай дейді. Сандарды өсу ретімен орналастыр. Біріншісі. Енді 3 түбір астында 2. 3-тен 2 түбір көбейтілген түбір астында 72. Енді түбірдің астына кіргізетін болсам 9, мына жерде 4 болып кіреді. Көбейтілген 72. 72 мен 9-ды қысқартамын. Сонда 9 9-ға бөлем 1. 72-ні 9-ға бөлем 8. 8 4-ке көбейтем 32 шығады екен. Осылай түбірге алып аламыз. Енді келесі 7 түбір астында 2. Екінші сан 7 түбір астында 2. Тең түбір астында 7 49 болып кіреді. Оны 2-ке көбейтем. Тең болады түбір астында 98. Енді бізде қарайық, түбір астында 30, түбір астында 32, түбір астында 98. Өсу ретімен жаз десе, бірінші түбір астында 30 болады. Екіншісі түбір астында 32 болады. Яғни бұл жерде бізде 3-тен 2 түбір астында 72 болады. И одан кейін ең үлкені түбір астында 98 екен. Келесі енді екінші есепті шығарайық. 5 көбейтілген түбір астында 2-ден 7 дейді. Тең болады. 5-ті түбірдің астына кіргізетін болсақ 25 болып кіреді. 25, мына жерде 2, мына жерде 7. Тең болады. 25-ті 7-ге көбейтіп 2-ге бөлеміз. Тең болады. Түбір астында 87,15. Келесі өрнек түбір астында 17-ге тиіспейміз. Енді 2-ден 1-ді кіргізейік. 2-ден 1 түбір астында 62. Тең түбір астында 2-ден 1 4-тен 1 болып кіреді. 62-ні 4-ке бөлеміз. Сонда түбір астында 60-ның ішінде 1 бар. 2 қалды 22. 22-ның ішінде 4 5-тен 1. 15,15 болады екен. Енді өсу ретімен жазамыз. Бізде түбір асты 17, түбір асты 87,15, түбір асты 15,15. Ең кіші түбір асты 15,15. Ең кіші түбір астында 15,15. Келесі екінші сан түбір астында 17. Келесі үшінші сан
түбірасында 87,5. Енді келесі үшінші есепті орындайық. Түбірасында 8, түбірасында 5-тен 1 тең болады. Бір түбірге аламыз. 8 64 болып барады. Көбейтілген 5-тен 1. 64-ті 5-ке бөлеміз. 60-ты 5-ке бөлсек 12. 12 бүтін 4-ті 5-ке бөлсек 8. 12 бүтін 8. Енді түбірасты 41 қалады. Түбірасында 41. Одан кейін келесі сан. Так, 5-тен 2. Түбірасында 250 дейді. Так, бір түбірге алайық. 5-тен 2 25-тен 4 болып барады. Көбейтілген 250. 25 пен 250 қысқарсақ, 10-нан береміз, 14-ке бөлсек түбірасты 40. Енді өсу ретімен жазамыз. Біріншісі түбірасында 12,8 жазылады. Екінші сан түбірасында 40 болады. Үшінші сан түбірасында 41. Келесі көбейтуді орында жақшаны ашамыз. Түбірасында А-ны түбірасындаға көбейтеміз. Түбірасында сонда бізде былай болады. Түбірасында А-ның квадраты Б плюс түбірасында Б-ның квадраты А. Түбірден шығарып жібереміз. Мына жерде А түбірасында Б плюс Б түбірасында А болып қалады. Енді келесі екінші есеп. Түбірасында М минус түбірасында N. Көбейтілген түбірасында MN тең болады. Түбірасында так М квадрат N болады. Плюс минус түбірасында N квадрат М болады. Тең болады. Сонда мына жерден М түбірасында N болады. Минус N түбірасында М болады. Келесі үшіншісі. Түбірасында X плюс түбірасында Y. Көбейту 2 түбірасында X плюс түбірасында Y. Так, жақшаны ашайық. 2 түбірасында X-тің квадраты болады. Плюс түбірасында X, Y болады. Плюс 2 түбірасында X, Y болады. И плюс Y болады. Түбірасында Y, түбірасында Y-ге көбейтсек, түбірасында Y-дің өзі шығады. Сонда бізде 2X плюс так, түбірасында X, Y-ге қосамыз. 2 түбірасында X, Y 3 түбірасында X, Y болады екен. Плюс Y қалады. Келесі төртінші есеп. Түбірасында плюс түбірасында Б. 3 түбірасында А плюс 2 түбірасында Б. Тең. Мына жерде бізде 3 А шығады. Плюс 2 түбірасында А Б болады. Плюс 3 түбірасында А Б плюс 2 Б болады. Тең болады. 3А. Так, 2 түбірасында Б, 3 түбірасында Б, ол плюс 5 түбірасында Б болады. Плюс 2 Б қалады екен. Келесі өрнекті ықшамда, яғни жақшаны ашамыз. Бірінші бірге көбейтеміз. 1 плюс түбірасында X плюс X. Енді түбірасында X минус X-ке көбейтеміз. Минус түбірасында X. Минус X болады. Түбірасында X-ті түбірасында X-ке көбейтсек, X болады. Минус X түбірасында X. Тең болады. Енді қысқартатын шамаларды қысқартайық. Плюс X пен минус X-ті қысқартып жібереміз. Сонда бізде қалды, не қалды? Одан кейін түбірасында X пен минус түбірасында X-ті қысқартып жібереміз. Екеуін қысқартып жібереміз. Енді қалған жазайық. Бізде 1 минус X түбірасында X қалады екен. Келесі екінші есеп. Түбірасында M минус түбірасында N. M плюс N плюс түбірасында MN. Жақшаны ашамыз. Түбірасында M-ді M-ға көбейтеміз. M түбірасында M болады. Плюс түбірасында M. N көбейтілген түбірасында M болады. Плюс
түбір астында емді түбір астында мнге көбейтеміз. Сонда м түбірден шығып кетеді, түбір астында н қалады екен. Енді минус м түбір астында н минус н түбір астында н минус так түбір астында нге көбейтсек н болады да, түбір астында м қалады екен. Тең болады. Енді қысқартатын шамалар болса қысқартып жіберейік. Так, мына екеуі қысқарып кетеді. Біреу минус, біреу плюс. Мына екеуі қысқарып кетеді. Біреу минус, біреу плюс. Енді бізде қалған шамаларды жазайық. М түбір астында м минус н түбір астында н қалады екен. Келесі енді үшінші есепті шығарайық. Үшінші есеп түбір астында а плюс 2 а минус 2 түбір астында а плюс 4 тең болады. Аны түбір астындаға көбейтеміз. А түбір астында а болады. Минус 2 түбір астынан аға көбейтсек а ғана қалады. Плюс 4 түбір астында а. Енді плюс 2 а минус 4 түбір астында а плюс 2-ні 4-ке көбейтсек 8 тең болады. Енді қысқартатын шамаларды қысқартып жіберейік. Міне екеуі қысқарып кетеді. Міне екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде қалды а түбір астында а плюс 8 қалады екен. Келесі төртінші есеп x плюс түбір астында y x квадрат минус x түбір астында y плюс y. Так, енді жақшаны ашамыз. Так, x квадрат x-ке көбейтсем x-тің кубы болады. Минус x квадрат түбір астында y плюс x y. Так, плюс x квадрат түбір астында y минус x y. Түбір астында y-ке көбейтсең y-тің өзі шығады, плюс y түбір астында y. Тең болады. Енді қысқартатын болса қысқартып жіберейік. Минус x квадрат түбір астында y плюс x квадрат түбір астында y. Минус x y пен плюс x y қысқартамыз. Сонда бізде қалды x куб плюс y түбір астында y қалады екен. Келесі 1/115. Ортақ бөлімге келтіреміз. 3 түбір астында 2 минус 4. 3 түбір астында 2 плюс 4 болады. Ортақ бөлімі. Сонда мына жерде мынаған береміз. 3 түбір астында 2 плюс 4-тен береміз. 3 түбір астында 2 минус 4-тен береміз. Енді 3 түбір астында 2 плюс 4 минус 3 түбір астында 2 плюс 4 болады. Мына жердегі минус пен минус көбейтілгенде плюс болады. Енді екеуі қысқарып кетеді. 4-ке 4 қоссақ 8 болады. Тең болады 8. Мынау а минус б, а плюс б, а квадрат минус б квадрат. Яғни 3 түбір астында 2 квадраты минус 4-тің квадраты. Енді осыны ықшамдайық. Тең болады 8. 3 түбір астында 2 дегеніміз 3-тің квадраты 9. 9-ді 2-ке көбейтем. 18 минус 4-тің квадраты 4 4-тім 16. Тең болады. Сонда 8-ді бөлеміз 2-ге. Тең болады 4 деп аламыз. Келесі екінші есеп. 1 бөлінген 5 плюс 2 түбір астында 6 плюс 1 бөлінген 5 минус 2 түбір астында 6. Ортақ бөлімге келтірейік. 5 плюс 2 түбір астында 6 5 минус 2 түбір астында 6. Так, мына жерден береміз. 5 минус бірін жазсалайын. 2 түбір астында 6. Мынаған біз плюстан береміз, плюс 5 плюс 2 түбір астында 6. Сонда мына жерде мына екеуі қысқарып кетеді. 5-ке 5-ті қоссам 10 болады. 5-ке 5-ті қоссам 10 болады. Мынау
а плюс б, а минус б, а квадрат минус б-ның квадраты, яғни 5-дің квадраты минус 2 түбір астында 6-ның квадраты. Тең болады. 10 бөлінген 5-дің квадраты 25. Так, 2-ның квадраты 4, 4-ті 6-ға көбейтем. 6 жер 4, 24. Тең болады 10-ның өзі шығады екен. Келесі енді үшінші есепті шығарайық. Так, 1 бөлінген 11 минус 2 түбір астында 30 минус 1 бөлінген 11 плюс 2 түбір астында 30 дейді. Ортақ бөлімі 11 минус 2 түбір астында 30 көбейтілген 11 плюс 2 түбір астында 30. Так, мына жерде біз плюстан береміз. 11 плюс 2 түбір астында 30 минус. Так, мына жерде біз 11 минус 2, сонда минус 11 плюс 2 түбір астында 30. Сонда мына 2 қысқарып кетеді. Минус 11 мен плюс 11. Так, сонда бізде 2 түбір астында 30-ға 2 түбір астында 30-ды қосатын болсақ, 4 түбір астында 30 болады. Мына жерде а квадрат минус б квадрат, яғни 11-дің квадраты минус 2 түбір астында 30-дің квадраты деп алсақ болады. Тең болады. 4 түбір астында 30, 11-дің квадраты 121 минус 2-ның квадраты 4, 4 30-ға көбейтсек 120. Сонда мына жерде 1 шығады, сонда 4 түбір астында 30 шығады екен теңдігінде. Енді келесі 4-ші есеп қалды. 4-ші есеп түбір асты 5 минус түбір асты 3 түбір асты 5 плюс түбір асты 3 плюс түбір асты 5 плюс түбір асты 3 түбір асты 5 минус түбір асты 3 тең болады. Ортақ бөлімі түбір асты 5 минус түбір асты 3 түбір асты 5 плюс түбір асты 3. Біз нағамыз береміз. Түбір асты 5 минус түбір асты 3. Түбір асты 5 минус түбір асты 3-тен береміз. Наған түбір асты 5 плюс түбір асты 3-тен береміз. Сонда түбір асты 5 минус түбір асты 3 дегеніміз түбір асты 5 минус түбір астында 3-тің квадраты болады. Плюс түбір асты 5 плюс түбір асты 3-тің квадраты болады. Мына жерде бізде түбір асты 5 а квадрат минус б квадратқа қоямыз. Сонда бізде былай болады. Түбір асты 5-тің квадраты минус түбір асты 3-тің квадраты. Сонда квадрат пен түбір бір-бірін жойып жүреді. Жақсы алсақ болады. Мына жерде а минус б-ның квадраты дегенге қойсақ, мына жерге б қой салайық, астына симай қалады. Тең болады. Түбір асты 5-тің квадраты 5 минус түбір асты 3-тің квадраты 3 болады. А квадрат, яғни түбір асты 5-тің квадраты минус 2аб 2 көбейтілген түбір асты 5 көбейтілген түбір асты 3 плюс түбір асты 3-тің квадраты 3 болады. Плюс мына жерде а квадрат, яғни түбір асты 5-тің квадраты 5 болады. Плюс 2аб 2 түбір асты 5 көбейту түбір асты 3 плюс 3 болады. Тең болады. Енді екеуін қысқартып жүреміз. Сонда бізде мына жерде 5 болады. 5 плюс 3 плюс 5 плюс 3 бөлінген 5-тен 3-ті алсам 2. Сонда 16 болады. 16-ны 2-ге бөлсек 8 шығады екен. Номер 116 есеп бөлшектерді қысқартыңдар. Енді мына жерде біз түбір астында x-ті түбірдің астына кіріп жүреміз. Сонда түбір астында x-тің кубы болады. Плюс түбір астында y-ті де y квадрат қып түбірдің астына кіріп жүреміз. Сонда мына y-пен көбейтілгенде y-тің кубы болады. Мына жерде түбір астында x
мына жерде бізде минус екен, екі жерде де. Мына жерде минус болады. Мына жерде минус болады. Минус түбірасында y. Енді біз а куб минус б куб дегеннің формуласы бар, а минус б, яғни түбірасында x минус түбірасында y көбейтілген а квадрат плюс аб плюс б-ның квадраты түбірасында x-тің квадраты плюс түбірасында x түбірасында y, енді бір түбірге алсақ болады, плюс түбірасында y-тің квадраты және түбірасында x минус түбірасында y. Бұдан мінеке қысқарып кетеді. Сонда бізде теңдігінде қалады x плюс түбірасында x y плюс y. Келесі екінші есеп. Түбірасында а плюс түбірасында б. А түбірасында а плюс б түбірасында б. Тең болады. Түбірасында а плюс түбірасында б. Мынаны аны түбірдің астына кіргізіп жіберем, а квадрат болады. Сонда а мен көбейтілгенде а куб плюс түбірасында б-ның кубы болады. Енді түбірасында а плюс түбірасында б деп өзін жазып қояйық. А куб плюс б куб дегеніміз, а куб плюс б куб а плюс б, яғни түбірасында а қысқаша көбейту формуласы бойынша түбірасында б, а квадрат, яғни түбірасында а-ның квадраты а болады, плюс түбірасында аб плюс түбірасында б-ның квадраты б болады екен. Енді осы жерде мінеке қысқарып жүреміз. Сонда бізде теңдігінде қалады бір бөлінген а плюс түбірасында. Мына жерде бізде плюс болған кезде мына жер минус болады, Түбірасында аб плюс б болады екен. Келесі енді үшінші есеп. Екі түбірасында екі минус x түбірасында x. Екі плюс түбірасында екі x плюс x тең болады. Енді осы жерден былай істейміз. Екі түбірасында екі, x түбірасында x. Екіні біз түбірдің астына кіріп жүреміз. Сонда 4 болып кіреді. 4 пен 2 көбейтілгенде 8 болады. Минус түбірасында x-тің кубы болады. Яғни 8 деген сол 2-ның кубы, 2 плюс түбірасында 2 x плюс x-тің өзін жазып қояйық. Тең болады. Яғни 8 дегеніміз бұл бізде 2-ның кубы. 2-ның кубы. 2-ның кубы. Сонда 2-ның кубы минус x-тің кубы. А минус b-ның кубы деген формулаға қоямыз. Сонда 2 минус түбірасында x. Түбірасында 2. Так, түбірасында 2-ның квадраты плюс мына жерде біз бір түбірдің астында тұр, плюс 2 түбірасында 2x плюс түбірасында x-тің квадраты. Так, мына жерде 2 плюс 2 түбірасында x плюс x тең болады. Енді осы жерден түбірасында 2 минус x түбірасында x. Мына жерде көбейту. Түбірасында түбір мен квадрат бір-бірін жойып жүреді, 2 болады. Плюс так, мына жерде 2 түбірдің астында жатыр, 2x. Так, түбірасында 2x плюс x болады. Оны бөлімдегі мәнмен қысқарып кетеді.
2 плюс түбір астында 2х плюс х. Сонда міне 2 қысқарып кетеді ғой. Сонда бізде қалды түбір астында 2 минус түбір астында х. Келесі төртінші есеп шығарайық. Төртінші есепте бізде а минус так түбір астында 3а плюс 3. Түбір астында 3а плюс 3 бөлімінде түбір астында а түбір астында плюс 3 түбір астында 3. Енді осы жерден а минус түбір астында 3а плюс 3. Мынау бізде аның кубы плюс 3-тің кубы тең болады. Енді бұны былай аламыз. А куб минус б куб түбір астында плюс түбір астында 3. Так, түбір астында аның квадраты плюс түбір астында 3а плюс түбір астында 3-тің квадраты. Так, мына жерде минус болады бізде. Өйткені плюс тұр ғой. Минус болады. Сонда мына жерде а минус түбір астында 3а плюс 3-пен. Так, мына екеуі қысқарып кетеді. Мынау аның квадраты а болады. Түбір асты 3-тің квадраты 3 болады. Сонда мына екеуі қысқарып кетеді. Сонда менде қалды. Мына жерде 1 қалды. Түбір асты а плюс түбір астында 3 қалады екен. Келесі енді 5-ші есептен бәрін өшірейік. Бесінші есеп шығарайық. Екі түбір астында 10 минус 5. 4 минус түбір астында 10. Так, енді бұны қалай қысқартамыз? Бәрін бір түбірге алайық. Мына жерде 2 4 болып көреді. Түбір астында 40 минус 5. Түбір астында 40 минус. Түбір астында минус 5 деген түбір астында 25 деп алып көрейік. Мына жерде түбір астында 4-ті 16 деп алып көрейік. Минус түбір астында 10. Тең болады. Енді ары қарай түбір астында 40-ты біз былай деп жазсақ болады. 8 көбейтілген 5-ті көбейтіндісі деп жазсақ болады, е? Минус 25-ті түбір астында 5 көбейтілген 5 деп жазсақ болады. Или 2 түбірге жеке-жеке жазсақ болады. Түбір астында 16-ны 8 көбейтілген 2 деп жазсақ болады. Минус 10-ды 2 көбейтілген 5 деп жазсақ болады. Тең болады. Енді осы жерден түбір астында 5-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ортақ көбейткіш ретінде мына жерде түбір астында 8 минус түбір астында 5 болады. Мына жерде ортақ көбейткіш ретінде түбір астында 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Түбір астында 8 минус түбір астында 5 болады. Енді екеуін қысқартамыз. Сонда бізде түбір астында 5 бөлінген түбір астында 2 болады. Тең болады. Түбір астында 2,5 деп алсақ болады. Келесі 6-шы есеп. Түбір астында 9-ды түбір астында 81 деп алсақ болады. Минус 2-ні түбір астына кіргіземіз. 4, 4 үшім 12. Келесі түбір астында 3-ті түбірдің астына кірсек 9, 9 жерде 6 білу 4. Минус түбір астында 2-ні түбірдің астына кіргізіп жібереміз. 4, 4 2 көбейтеміз 8. Енді біз түбір астында 81-ді қандай екі санның көбейтіндісі түрінде жазсақ болады. Түбір астында 3 көбейтілген түбір астында 27 деп жазсақ болады. Минус 12-ні түбір астында 3 көбейтілген түбір астында 4 деп алсақ болады. Енді 54 түбір астында 54 ол түбір астында 2 көбейтілген түбір астында 27 деп алсақ болады. Минус 8-ді түбір астында 2 көбейтілген түбір астында 4 деп алсақ болады. Енді осы жерден жақшаның сыртына түбір астында 3-ті шығарып жібереміз. Түбір астында 27 минус түбір астында 4 қалады екен. Мына жерден түбір астында 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Түбір астында 27 минус түбір астында 4. Енді осы екеуін қысқарта саламыз. Сонда түбір астында 3-ті түбір астында 2 бөлсек, түбір астында 1,5. Немесе түбір астында 2-ден 3 деп қалдырсақ та болады.
келесі 7-ші есеп. Түбірасында 70 минус түбірасында 30. Түбірасында 35 минус түбірасында 15. Тең болады. Енді түбірасында 70 дегенді қалай жазамыз? Түбірасында 2 көбейтілген түбірасында 35 минус түбірасында 30 деген түбірасында 2 көбейтілген түбірасында 15. Мынаны өзін қалдырамыз. Түбірасында 35 минус түбірасында 15. Енді үшеден түбірасында екінші ақшаның сыртына шығарып жібереміз. Ақшаның ішінде түбірасында 35 минус түбірасында 15. Мына жерде түбірасында 35 минус түбірасында 15. Осы екеуін қысқартып жүреміз енді. Сонда бізде қалады екен тең болады түбірасында 2. Келесі 8-ші есеп. Түбірасында 15 минус түбірасында 5-ті түбірасында 25 деп алсақ болады. Мына жерде түбірасында 6 дегенде түбірасында 3 көбейту түбірасында 2 минус түбірасында 10 дегенде түбірасында 2 көбейту түбірасында 5 деп алсақ болады. Тең болады. Енді түбірасында 15-ті түбірасында 3 пен түбірасында 5-тің көбейтіндісі минус түбірасында 25 дегеніміз түбірасында 5 пен түбірасында 5-тің көбейтіндісі тең болады. Енді мына жерден түбірасында 2-ні жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Түбірасында 3 минус түбірасында 5 тең болады. Ал мына жерден түбірасында 5-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. То есть түбірасында 5-ті жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда түбірасында 3 минус түбірасында 5. Мына жерде 2 түбірасында 3 минус түбірасында 5. Сонда 2 қысқарып кетеді. Сонда түбірасында 5 түбірасында 2 бөлсе түбірасында 2,5. Келесі соңғы 9-ші есепті шығарайық. Түбірасында 10 минус 1-дің квадраты минус 3. Түбірасында 10 плюс түбірасында 3 минус 1 дейді. Тең болады. Енді келесі соңғы есепті былай алсақ болады бізде. Түбірасында 10 минус 1-дің квадраты минус түбірасында 3-дің квадраты. А квадрат минус Б квадрат. Ол А минус Б, А плюс Б болады. Аны өзін жазамыз. Түбірасында 10 плюс түбірасында 3 минус 1. Тең болады. А плюс Б, А минус Б түрінде аламыз. Түбірасында 10 минус 1 минус түбірасында 3. Түбірасында 10 минус 1 плюс түбірасында 3. Түбірасында 10 плюс түбірасында 3 минус 1. Енді екеуі бір нәрсе, екеуі қысқарып кетеді. Сонда бізде не қалды? Тең болады. Түбірасында 10 минус 1 минус 1 минус түбірасында 3. Келесі есеп. Мына жерде біз x минус түбірасында x плюс y квадрат бұл дегеніміз түбірасында x минус түбірасында y-тің квадраты. Яғни а квадрат минус номер 1/17 бөлшектің бөліміндегі иррационалдықтан құтылу. Яғни иррационалдықтан құтылу үшін біз былай істейміз. Түбірасында x бөлшектің алымында бір санға көбейтсек ештеңе өзгермейді. Түбірасында y, бұны біз түбірасында x плюс түбірасында y-ге көбейтіп жүрейік. Енді алымында көбейтеміз. X минус түбірасында xy плюс y-тің квадратын біз көбейтеміз. Түбірасында x плюс түбірасында y-ге көбейтіп жүрейік. Сонда бізде не қалады? Бөлшектің бөлімінде а минус б, а плюс б, а квадрат минус б квадрат. Яғни түбірасында x-ның квадраты ол x болады, минус түбірасында y-ның квадраты y болады. Енді бұл мынау бізде түбірасында x плюс y дегеніміз түбірасында x плюс түбірасында y-тің түбірасында x-тің кубы плюс түбірасында y-тің кубына тең болады. Осылай қалады.
а куб плюс б кубтың формуласына келіп тұр, қысқаша көбейту формуласы бойынша. Келесі екінші есепті дәл осылай орындаймыз. 9 плюс 3 түбір астында а плюс а 3 плюс түбір астында а тең болады. Енді осыны алымында бөлімінде 3 минус түбір астындағы көбейтіп жүреміз. 3 плюс түбір астында а. Так, мына жерде 9 плюс 3 түбір астында а плюс аны 3 минус түбір астында аға көбейтіп жібереміз. Сонда бізде шығады а минус ба плюс ба квадрат минус б квадрат, яғни 3-дің квадраты 9 минус түбір астында аның квадраты а болады. А мынау бізде 3 минус 3-дің кубы, 3-дің кубы минус түбір астында аның кубы тең болады. 3-дің кубы 3 3 9, 9 3 27 минус түбір астында аның кубы бөлінген 9 минус а болады. Келесі үшінші есеп. Так, 1 минус 2 түбір астында x плюс 4x. 1 минус 2 түбір астында x тең болады. Так, 1 минус 2 түбір астында x плюс 4x. 1 минус 2 түбір астында x. 1 плюс 2 түбір астында x. Мынанды соған көбейтіп жүреміз. 1 плюс 2 түбір астында x. Тең болады. Мына жерде 1-дің квадраты 1, а квадрат минус б квадрат минус 4x. Енді мына жерде бізде 1-дің кубы минус 2 түбір астында x-дің кубы. Ол тең болады. 1-дің кубы 1, 2-дің кубы 8 түбір астында x-дің кубы. Так, 1 минус 4x. Келесі төртінші есеп шығарайық. Мына жерде алымында бөлімінде а түбір астында б, мына жерде былай көбейтейік, жақша алып. А түбір астында б минус 2-ге көбейтеміз. Мына жерде а түбір астында б минус 2-ге көбейтеміз. Сонда бұл бізде а түбір астында б-ның кубы, а түбір астында б-ның кубы минус 2-ның кубы болады. Мына жерде а квадрат минус б квадрат, яғни аның квадраты, яғни а квадрат, б-ның түбір астында б-ның квадраты б болады, минус 2-ның квадраты 4 болады. Тең болады. Әрі ықшамдайтын болсақ, мына жерде а куб түбір астында б-ның кубы минус 8. Мына жерде бізде а квадрат б минус 4 болады екен. Келесі енді 5-ші есепті шығарайық. 5-ші есепте түбір астында x минус түбір астында y. Жерде түбір астында y. Алымында бөлімде түбір астында y-ге көбейтіп жүреміз. Түбір астында y көбейтілген түбір астында y тең болады. Жерде y қалады. Түбір астында x y минус y қалады. Келесі бұны былай ықшамдасақ, осылай қалса қала береді. Келесі 6-шы есеп. А плюс түбір астында б, а түбір астында б тең болады. Так, түбір астында б-ға көбейтіп жүреміз. Алымында бөлімінде а түбір астында б көбейтілген түбір астында б тең болады. Так, а түбір астында б плюс б болады. Мына жерде а б болады. Келесі 7-ші есеп. 7 минус түбір астында а. Мына жерде 49 минус 7 түбір астында а плюс а дейді.
Сонда 7-ші есепте бөлшектің алымында бөлімде 7 плюс түбір астындағы көбейтеріміз. 7 минус түбір астында А. 7 плюс түбір астында А. Так, мына жерде бізде 7 плюс түбір астында А. 49 дегеніміз ол 7-нің квадраты минус 7 түбір астында А плюс түбір астында А-ның квадраты деп алсақ болады. Сонда бұл дегеніміз 7-нің кубы плюс түбір астында А-ның кубы. Мына жерде 7-нің квадраты минус түбір астында А-ның квадраты. Сонда бізде тең болады 49 минус А. Так, 7-нің кубы 343. 343 минус түбір астында А-ның кубы болып тұр бізде. 49 минус А. Мына жерде 7-нің кубы 343. Минус А-ны түбір астына шығарып жіберсек, А түбір астына А деп алсақ болады. Енді мына түбірден құтылу үшін 343 минус А түбір астында А. 343 А плюс А түбір астында А. Яғни 343 А түбір астындағы көбейтеміз. Сонда 49 минус А көбейту 343 плюс А түбір астында А. Сонда бізде 343-тің квадраты минус А түбір астында А-ның квадраты. Яғни А квадрат көбейтілген А. Сонда А-ның кубы болады бізде. Мына жерде 49 минус А 343 плюс А түбір астында А. Ары қарай есептейік. Ары қарай ықшамдайтын болсақ, сонда 49 минус А. Мына жерде 343 плюс А түбір астында А. Так, 343-тің квадраты минус А куб. Келесі 8-ші есеп. Түбір астында М плюс 1 көбейту түбір астында М минус 1. Так, мына жерде түбір астында М минус 1. Мына жерде М плюс түбір астында М плюс 1. Так, мына жерде түбір астында М-нің квадраты М минус 1-дің квадраты 1. Мына жерде түбір астында М-нің кубы минус 1-дің кубы. Минус 1-дің кубы, яғни 1-ге тең екен. Енді мына жерде тағы да түбірден құтылуымыз қажет. Ол үшін сонда М минус 1. Мына жерде М-нің квадраты көбейткен түбір астында М. Сонда одан бізде М шығады. Түбір астында М болады. Минус 1. Енді біз мына түбірден құтылу үшін М түбір астында М минус 1. М түбір астында М плюс 1-ге көбейт жүреміз. Так, М минус 1. Так, М түбір астында М плюс 1. Енді бөліміндегі иррационалдықтан құтылу керек қой. Сонда А квадрат минус Б квадрат. Сонда М квадрат, Н квадрат. Түбір астында М, түбір астында М-ге көбейтсек, М болады. Минус 1-дің кубы 1 болады. Мына жерде өзі қалады. М минус 1. М түбір астында М плюс 1. Тең болады. Так, мына жерде М куб, Н куб минус 1. Мына жерде М минус 1. М түбір астында М плюс 1 болады екен. Келесі енді 9-ші есепті шығарайық.
9-шы есеп а плюс 2 түбір астында 2а плюс 2 дейді. Бөлімінде түбір астында а плюс түбір астында 2. Енді иррационалдықтан құтылу үшін алымында бөлімінде түбір астында а плюс түбір астында 2, түбір астында а минус түбір астында 2. Енді мына жерде а плюс 2 түбір астында 2а плюс 2 көбейтілген а минус түбір астында 2. Ары қарай сонда мына жерде а минус 2 болады екен. Оның өзін жазамыз. А плюс 2 түбір астында 2а плюс 2 а минус түбір астында 2 осылай қалады екен. Келесі 10-шы есепті шығарайық. 10-шы есепте бізде 1 бөлінген түбір астында 3, түбір астында 2 қосу түбір астында 3 қосу 1 тең болады 1 бөлінген. Енді осы өрнектің алымында бөлімінде көбейтіп жүреміз. Түбір астында 2 плюс түбір астында 3 минус 1-ге. Бүйтіп алайық. Түбір астында 2 плюс түбір астында 3 плюс 1. Түбір астында 2 плюс түбір астында 3 минус 1. Енді мына жерде алымын өзін жазамыз. Түбір астында 2 түбір астында 3 минус 1. Енді мынау а минус ба, а плюс ба. А дегенге түбір астында 2 плюс түбір астында 3 тұр, е? Түбір астында 2 плюс түбір астында 3 а квадрат минус б квадрат, яғни мынаның квадраты минус 1-дің квадраты, яғни 1 болады. Тең болады. Түбір астында 2 плюс түбір астында 3 минус 1-дің өзін жазайық. Мынау а плюс b-ның квадраты, а квадрат, яғни түбір астында 2-ның квадраты 2 плюс 2аб 2 көбейту түбір астында 3 көбейту түбір астында 2 плюс b-ның квадраты плюс 3 болады, минус 1 тең болады. Түбір астында 2 плюс түбір астында 3 минус 1. Мына жерде 2-ге 3-ті қосам 5, 5-тен 1-ді алам 4. Сонда 4 плюс 2 түбір астында 2 көбейтсем 6 болады. Түбір астында 2 плюс түбір астында 3 минус 1-ді көбейтіп жүреміз. Алымында бөлімінде 4 минус 2 түбір астында 6-ға. Мына жерде 4 плюс 2 түбір астында 6. Мына жерде бізде 4 минус 2 түбір астында 6 тең болады. Бұл дегеніміз а квадрат минус b квадрат, 4-дің квадраты минус 2 көбейтілген түбір астында 6-ның квадраты. Сонда біз бірден жазайық. 4-дің квадраты 16 минус 2-ның квадраты 4, түбір астында 6-ның квадраты 6. Сонда мына жерде түбір астында 2 плюс 3, түбір астында 3 минус 1, 4 минус 2 түбір астында 6. Енді біз осыны ары қарай теңдігін жазайық. Бізге мына жерге сыймай қалды, сондықтан мына үстіңгі жағына жазайын, бәрін өшірейін. 9-шы есепті өшіріп тастайық. Енді сонда бізде теңдігінде ең соңында тең болады. Түбір астында 2 плюс түбір астында 3 минус 1 көбейтілген 4 минус 2 түбір астында 6. Енді бөлімінде 16 азайтылған 24. 16-дан 24 алатын болсақ, минус 8. Келесі, енді 11-інші есепті шығарайық. Алымында бөлімінде түбір астында 5, минус түбір астында 3,
минус 2-ге көбейтірек. Түбірасында 5, минус түбірасында 3, плюс 2, түбірасында 5, минус түбірасында 3, минус 2-ге көбейтірек. Сонда мынаны біз А деп аламыз. Мынау бізде А болады, мына екеуі. Мынау бізде Б болады. Сонда А минус Б, А плюс Б. Ол А квадрат минус Б квадрат болады. Сонда былай деп алайық. Тең болады. Түбірасында 5, минус түбірасында 3, минус 2. Сонда түбірасында 5, минус түбірасында 3-дің квадраты, минус 2-ның квадраты деп аламыз. Тең болады. Ары қарай есептейік. Түбірасында 5, минус түбірасында 3, минус 2. Енді мынау А минус Б-ның квадраты. А квадрат, яғни түбірасында 5-ның квадраты 5. Минус 2АБ минус 2, түбірасында 5, көбейтілген түбірасында 3, плюс Б-ның квадраты, яғни түбірасында 3-дің квадраты 3 болады. Минус 4 болады. Тең болады. Түбірасында 5, минус түбірасында 3, минус 2. Мына жерде бізде 5 шығады. 5-ке 3-ті қоссам 8 болады. 8-ден 4 алсам 4. 4 минус 2. Түбірасында 5-ті түбірасында 3-ке көбейтсек, түбірасында 15. Енді тағы да түбірден құтыламыз. Ол үшін мына жерде түбірасында 5, минус түбірасында 3, минус 2-ні. Так, 4 плюс 2 түбірасында 15-ке көбейтеміз. 2 түбірасында 15-ке көбейтеміз. Бөлімінде осылай көбейтеміз. Сонда 4 минус 2 түбірасында 15 көбейтілген 4 плюс 2 түбірасында 15. Яғни А минус Б, А плюс Б. Ол дегеніміз А квадрат минус Б квадрат. Так, мынаның өзін жазайық. Түбірасында 5 минус түбірасында 3 минус 2. 4 плюс 2 түбірасында 15 дейді. Ана жерде А квадрат, яғни 4-дің квадраты 16. Минус 2 түбірасында 15-дің квадраты. 2-ның квадраты 4, түбірасында 15-дің квадраты 15. Сонда бізде 16-дан 60-та азайтамыз. 16-дан 60-та азайтсақ, минус 44. Минус 44-ті біз таңбаны минус бөлшектің алдына қойсақ болады. Так, қояйық. Минус 44. Минус. Так. Минус. Мына жерде 44. Түбірасында 5, минус түбірасында 3, минус түбірі 2, 4, плюс 2 түбірасында 15. Келесі 12-ші есеп. Мынау x минус 2 түбірасында 3x плюс 3 дегеніміз. X түбірасында x. Түбірасында x минус түбірасында 3-дің квадраты. Енді бұны біз көбейтеміз. Түбірасында x минус түбірасында 3-ке. Мына жерде түбірасында x плюс түбірасында 3 көбейту. Түбірасында x минус түбірасында 3. Яғни алымында бөлімінде түбірасында x минус түбірасында 3-ке көбейтіп жердік. Сонда мынау А минус Б, А плюс Б. Сонда А квадрат минус Б квадрат болады. Түбірасында x-тің квадраты x, минус түбірасында 3-тің квадраты 3. Мына жерде мынау квадраты болғандықтан, оны тура осы санға көбейтетін болсақ, түбірасында x минус түбірасында 3-тің кубы болып қалады. Келесі есеп өрнектерді ықшамдандар. Мына жерде біз жақшаның сыртына шығарып жүреміз. Сонда А плюс түбірасында 3А болады. Мына жерде біз 3-ті жақшаның сыртына шығарып жүреміз. А плюс түбірасында 3А плюс 3 қалады. Осылай ықшамдаймыз. Келесі енді екінші есеп шығарайық. Екінші есепте 4x-тің квадраты минус 2x түбірасында 2x плюс 2x минус түбірасында 2x плюс 1 тең болады. Енді біз 4x былай жазылайық. 4x-тің квадраты плюс 2x минус
2х түбір астында 2х минус түбір астында 2х плюс 1 тең болады. Енді мына жерде 4х-тің квадраты 2х жақшаның сыртына шығарып жүреміз. 2х жақшаның сыртына шығарып жүрсек, мына жерде бізде 2х плюс 1 болады. Мына жерде минус 2х-ті жақшаның сыртына шығарып жүреміз. Минус 2х-ті жақшаның сыртына шығарып жүрсек, 1 плюс түбір астында 2х болады. Мына жерде біз түбір астында 2х жақшаның сыртына шығарамыз. Түбір астында 2х-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Түбір астында 2х жақшаның сыртына шығарсақ, мына жерде 2х плюс 1 болады. Так, и плюс 1-дің өзін жазайық. Так, енді мына жерде тағы қосасымызшы 2х плюс 1-ді тағы жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда 2х плюс 1 жақшаның ішінде не қалды? 2х минус түбір астында 2х қалды. И плюс 1-дің өзін жаза саламыз. Осылай ықшамдаймыз. Келесі есеп функцияның графигін салыңдар дейді. Бұл жерде түбір астында х квадрат бөлінген х. Түбір астында х квадраттан х шығады. Так, модулдің ішінде х бөлінген х. Х-ке бөлсек 1 болады. Егер жаз қояйық. Егер х кіші 0-ден болса, онда бізде графигіміз минус 1 болады. Егер х-іміз үлкен 0-ден болатын болса, онда графигіміз плюс 1 болады. Енді жерге графигін салайық. Жерде y-іміз тең болады, y теңді қояйық. Так, мынау бізде x болады, мынау бізде y болады. Енді плюс 1-ді салайық, мынаны 1 деп алатын болсақ, сонда графигіміз былай болады екен. Минус 1 мына жерде болады, сонда графигіміз былай болады екен. Келесі енді екінші графикті салайық. Екіншісі минус таңбасы бар, алдында y тең, алдында минус таңбасы бар. 2 түбір астында х-тің квадраты бөлінген х. Тең болады. Минус таңбасын қойып қояйық. 2 модулдің ішінде х бөлінген х. Егер х 0-ден үлкен болса, онда y-іміз х пен х қысқарады, минус 2-ге тең болады. Егер х-іміз кіші 0-ден болса, онда y-іміз 2-ге тең болады. Бұны графигін мына жерге жанына салайық. Так, мына жер 2. И мына жер минус 2. Келесі y тең болады. X көбейтілген түбір астында x-тің квадраты. Сонда бұл тең болады x көбейтілген x. Егер x үлкен 0 болса, онда y тең болады x квадраты. Егер x кіші 0 болса, онда y тең болады. Так, мына жерден минус x шығады да, минус x-тің квадраты. Енді осының графигін салайық. Так. Бізде x квадрат, y тең x квадрат, яғни x-ке мән беріп, y-ті анықтайық. X-ке 0-ді берсек 0, 1-ді берсек 1, минус 1-ді берсек 1, 2-ні берсек 4. Келесі x-ке мән беріп, y-ті анықтайық. 0-ді берсек 0, 1-ді берсек минус 1, минус 1-ді берсек минус 1, 2-ні берсек минус 4, минус 2-ні берсек те минус 4. Мына жерде минус 2-ні берсек те 4 болады. Так, енді бірінші 0-ді берсек 0, 1-ді берсек 1, минус 1-ді берсек 1.
2-ні берсек 4. Минус 2-ні берсек те 4. Яғни бізде парабола шығады екен. Келесі енді екінші график бойынша бізде тармағы төмен қарайды. Төмен қарайды. Парабол шығады екен. Мынау бізде Y болады, мына жеріміз бізде X болады.